Сәлем достар, бүгін өте дәмді, жеңіл, пеште пісетін тауық етінен жасалатын ПП котлеттің рецептісін ұсынамын. Өте дәмді, сочный болып шығады. Қаншама рецепттермен жасап көргенмін, дұрыс шықпайтын, ал осы рецепт бойынша өте идеальный болып шығады. Бізге керек ингредиенттер: тауықтың төс еті, пияз, ұнтақталған сұлы жармасы, укроп немесе аскөк, жұмыртқа, ірімшік, дәміне қарай тұз. Ең алдымен тауықтың төс етінен фарш жасаймыз. Мен блендерден өткізіп алдым. Блендер болмаса, ет тарқыштан өткізіп алсаңыз болады. Енді пиязды үкіштен немесе блендерден өткізіп аламыз. Жұмыртқаның ағын қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Жақсылап қасықпен араластырамыз. Үстіне майдалап тұралған аскөк немесе укроп қосамыз. Котлеттер бір-біріне жақсы жабысу үшін ұнтақталған сұлы жармасын қостым. Сұлы жармасын блендерден өткізіп алсаңыз болады. Тағы қасықпен араластырамыз. Котлеттердің ішіне ірімшік қосқанды жақсы көремін. Сол кезде одан сайын дәмді болып шығады. Қоспасаңыз да болады. Видеода көрсетілгенде ішіне ірімшік салып, дөңгелетіп котлеті жасаймыз. Пергамент қағазын төсеп, котлеттерімізді жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағамыз. Қыздырылған пеште 180 градусқа дейін 30-40 минут пісіреміз. ПП котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Калориясы аз, өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода ПП пирожки жасайтын боламын. Соны бірінші болып көру үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыз.